Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен Бүркітбайұлы Айдын. Ақтау қаласы номері 20-шы жалпы білім беретін мектептің биология пәні мұғалімі, педагог, модератор. Қайырлы күн, әріптестер. Мен Күнтуарова Айдана Азанқызы. Ақтау қаласы номер 20-шы Мұхтар Әуезов атындағы жалпы білім беретін мектебінің информатика пәні мұғалімі, педагог, зерттеуші. Бүгін әріптесіммен бірге ұсынатын сабағымыздың тақырыбы тармақталған алгоритмде биологиялық зертханалық жұмыс нәтижесін бағдарламалау. Сабағымыздың бүгінгі мақсаты тармақталған алгоритмді қолдану арқылы биологиялық зертханалық жұмыс нәтижелерін бағдарламалауды үйренеді. Сонымен қатар оқушылар бағдарламалау тілінде шарт операторларын тиімді қолдану арқылы зертханалық жұмыс барысында алынған элементтерді өңдеп, дұрыс нәтиже шығарады. Қанағат, мен сен осы ауырып қалды деп естідім, жақсардың ба? Я, рахмет, барлығы дұрыс қой. Бірақ дәрігер иммунитеттің түсіп кеткенін айтты. Енді бірнеше дәрілер қабылдауым керек. Иммунитет көтеру үшін мен осы сусынды ішірім. Ішінде сыз дәрумені бар екен. Сен мына сусынның құрамында сыз дәрумені бар екеніне сенімдісің ба? Мына жерде биология ағай отыр, содан сұрап көрейік. Ағай, мына сусынның құрамында сыз дәрумені бар ма? Осыны зертханалық жұмыста зерттеп көрейікші. Әрине, іңкәр, зертханалық жұмысты жасауға болады. Келесі сабағымызда онда осы зертханалық жұмысты сыныппен бірге жасайық. Неге? Қазір жасап көрмеске. Сіз боссыз ба? Боспын. Ендеше менің тақырыбыма сәйкес келіп тұр екен. Сіздер зертханалық жұмыс жасаңыздар. Соның нәтижесін бағдарламалауға салайық. Ендеше оқушылар информатика және биология пәндерін кіріктіре отыра бүгінгі сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тармақталған алгоритмде биологиялық зертханалық жұмыс нәтижесін бағдарламалау. Ол үшін балалар сабақты түсіну үшін ең алдымен бейне материалымызға назар аударамыз. Оқушылар, сіздерге тармақталған алгоритм туралы түсіндіремін. Тармақталған алгоритм орындалуы керек. Қадам белгілі бір шарттың орындалу немесе орындалмауына байланысты жүзеге асырылатын алгоритм. Шарт дегеніміз тексеру нәтижесінде иә немесе жоқ логикалық мәндерін қабылдайтын логикалық өрнек. Ендеше оқушылар, сіздерге бүгінгі сабағымыздың тақырыбы түсінікті болды ма? Ал тармақталған алгоритм дегеніміз не болды? Жақсы, Жазира, айта қойыңыз. Тармақталған алгоритм дегеніміз орындалу керек қадам белгілі бір шарттың орындалу немесе орындалмауына байланысты жүзеге асырылатын алгоритм. Керемет. Ендеше оқушылар, сабақ түсінікті болса, сіздерге қазір бір мысал есеп беремін. Соның блок схемасын құруларыңыз керек. Ол есептің шарты А саны берілген, ол А санының оң немесе теріс екенін анықтау керек. Кім блок схемасын құра алады? Ахмедияр, келе ғой. Так, мына бірінші нафиглар дұрыстап шығарайын. Әдемі болсын. Шарт қандай болады, Ахмедияр? А сан 0-ден үлкен болса, ол бірінші әрекет орындалады. Ал А 0-ден кіші болса, ол екінші әрекет қолданады. Орындалады. Орындалады. Бірінші әрекет қандай болады? Бірінші әрекет ол 10 сан болады. Дұрыс. Атауы. Ал екінші әрекет ол теріс сан болады. Дұрыс. Керемет. Дұрыс па, балалар? Жақсы, Ахмедияр орныңа отыра ғой. Ендеше барлығымызға сабақ түсінікті болса, биологиялық зертханалық жұмысымызды бастайық. Айдын ағай, келе қойыңыз. Жақсы, рахмет, Айдан апай. Жақсы оқушылар, ендігі кезек сабағымыздың зертханалық бөліміне көшсек. Жақсы оқушылар, сабақ барысында іңкәрдің ең алғашқы қойған сұрағына қазір зертханалық жұмысты жасай отырып сұрағына жауап беретін боламыз. Қанағат, жаңағы сусынды алып келе ғой, бірге сусынның құрамындағы С дәруменін анықтайтын боламыз.
Көріп тұрғандарыңыздай оқушылар зертханалық жұмысты бастады. Зертханалық жұмыстың мақсаты тағам құрамындағы С дәруменін анықтау және нәтижесін тармақталған алгоритмге бағдарламалау. Жақсы оқушылар, зертханалық жұмысымызды ойдағыдай аяқтадық. Енді сіздерге сұрақ. Қандай нәтижеге тоқталдық? Сонымен қорытындысы, мына жердегі сусында, қанағаттың ішіп жүрген сусына басқа түске еніп кетті. Себебі оның құрамында С дәрумені жоқ екені бізге байқалды. Ал екінші сусында бұл табиғи өнімнен жасалынғандықтан ол өз қалпында қалды. Жақсы, Айдын ағай, сізге үлкен рахмет. Ендеше оқушылар зертханалық жұмысымыздың нәтижесін алсақ, Python бағдарламалау тілінде нәтижесін өңдейік. Ең алдымен алгоритмін құрып алуымыз керек. Ол үшін сандық мән алуымыз керек. Манағы өздеріңіз байқағандарыңыздай, жемістердің құрамында С дәрумені болса, онда оннан жоғары сан енгізесіздер. Ал дәрумені жоқ болса, оннан төменгі санды енгізесіздер. Барлығыңызға түсінікті ма? Ендеше оқушылар, алгоритмін тақтаға кім құрады? Кім құрып көреді? Мына жақтан кім бар? Жақсы, Дүниезада келе ғой. Манағы зертханалық жұмыстың нәтижесі бойынша біз дейтін жемістерді енгізіп аламыз. Я, алманы енгіземіз, дұрыс. Барлықтарымызда осылай жазамыз программасын. Я, барлығын енгізіп алдық. Енді ары қарай не істейміз? Біз дейтін жемістерді енгізіп болғаннан кейін барып, шарт қоямыз. Шартты қойған кезде оннан үлкен болған жағдайда С дәрумені бар болып хабарлама шығады. Ал оннан кіші болған жағдайда С дәрумені жоқ деп хабарлама шығады. Я, қалай ұйымдастырамыз? Бірінші, егер апельсин шырыны оннан үлкен немесе тең болса, Дұрыс. шығарамыз. Я, қандай хабарлама шығу керек? С дәрумені бар деген хабарлама шығады. Сосын әйтпесе, Я, абзацтан шығару. С дәрумені жоқ. дұрыс. Жарайсың, Ахмедияр. Бұл нәтижелерден нені байқадың? Мына жерде де әліппесінде С дәрумен жоқ екен. Алмада да жоқ екен, бірақ имода С дәрумен бар екен. Соны білдім. Дұрыс. Жарайсың, керемет. ендеше оқушылар, бүгінгі сабағымыздың қорытынды есебінде бүгінгі сабақта өткен жаңа терминдермен аяқтасақ. Fruit composition, algorithm, conditional operator. Ендеше оқушылар, сабағымыздың мәресіне де жеттік. Әдеттегідей бүгінгі сабақ бойынша кері байланысты соны ай жүйесінде өлең шығарайық. Сабақ керемет өтті, барлықтар өнімді аңтадық. Сен және мен бірге көрдік, жалғанның сырын ашып ұқтық. Табиғаттың берер көп екен, саулыққа дем бермеген көңіл сумен аққос бөгіп